Ең қымбат байлық. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде. Дәл біздің осы күнгі жалқау балалар сияқты, сидам сирақты жастар өте көп болыпты. Әдетте жалқаулардың құрғақ уайымға көп салынатын әдеті ғой. Сондай жалқаулардың біреуі, уа жаратқан ем, жарық дүниеге әкелген соң, дәулетті бай етіп жаратсаң етті. Жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүретін жасымда, ішсем тамаққа, кисем киімге жарамай жүрген түрім мынау деп уайымдапты. Оның мұнысын естіп қалған бір ақсақал: ей қарағым, сен несіне қайғырасың, байлықтың бәрі өзіңде тұр ғой, депті. Ақсақалдың сөзін мені мазақтағаны деп түсінген жігіт: сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз, деп ашуланыпты. Ақсақал ештеме болмағандай сабыр сақтай отырып: шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалағаныңша алтын күміс берейін, дейді. Жігіт ашуланып: екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын күмісіңізден не пайда? Ондай байлықтың керегі не? Байлығың өзіңе, дейді. Әрі қарай 12 мүшесін біртіндеп саудаласып сұрай бастаған ақсақалға әттен ашуы келген жігіт: ат басындай алтын берсең де, ешқайсысын сатпаймын, үйтіп мүгедек болар жайым жоқ, деп кесіп тастапты. Сонда барып ақсақал: ей, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 4 мүшесі түгел адам, бай адам. Оны ешқандай алтын күміске айырбастай ала алмайсың, деген екен.